Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз Барыс аренадамыз. Бүгін бізде мысықтардың дерби. Бүгін Барыс және Ақбарыс командалары арасындағы текетірес. Бүгін Барыс команда үшін өте маңызды ойындардың бірі, себебі қонақта біз 3-1 ойында ұтылған болатынбыз. Сондықтан бүгін бізде жеңіс ауадай қажет. Және Ақбарыс командасы туралы айтатын болсақ, бұл ойын команда үшін ойын өте маңызды, себебі егер бүгін олар ұтылатын болса, олардың бапкерлері отставкаға кетуі мүмкін. Сіздермен мен Арлан Түркібаев және менің әріптесім Медина Нұғыманова. Пульс хоккей, біз бастаймыз. Қазір біз Барыс торының алдына келдік. Айта кетейін, қазір адам өте көп. Неге көп екен білсеңіздер, Барыс Қазақ Репабликпен коллаборация жасаған болатын. Осындай бір күтпеген коллаборация болатын. Қазақ Репаблик негізі бұған дейін соңғы рет 91 мен коллаборация болған. Ал мінекей бізде енді Барыспен көрек ішіне кіріп, бағасы қанша тұрады, адамдар не ойлайды екен осы бренд туралы. Дәл қазір сәтте мінекей осындай свитшотты көріп тұрмыз. Born to Love Барыс деп аталады екен. Бағасы бізде 32 000. Бірақ енді Қазақ Репаблик қой, негізі болады. Бұндай бағаға болады. Сапасы жақсы екен. Итак, как раз мы в Барыс-торе, и с нами, как вас зовут? Алуа. Алуа. Давайте узнаем ваше мнение насчет коллаборации с Казах Репаблик. Вы, наверное, слышали об этом? Я сегодня слышала, только сегодня узнала. Нам очень сильно понравился тут вместе со своей подругой. И это, мне кажется, очень классная коллаборация, то, что они это сделали, в принципе. Так что в будущем, думаю, приобрести. А вы сейчас что смотрите? Что вы взяли? Сейчас я смотрю, вот бомбер хочу посмотреть, Борис. Уже приобрели или Нет, пока хочу думаете? посмотреть, думаю. Как вам, кстати, ценовой сегмент? Очень хороший, кстати, доступный, мне Доступный, кажется. да? Все, здорово, Алуа. Вы сегодня за кого? За Борис, конечно Логично, же, за кого еще, Какой да. будет счет? Вы, наверное, знаете то, что проиграли мы 3 матча в гостевом Ну да, матче. но я сегодня верю в победу Борис, так что думаю, где-то будет 4-3, 4-2 в пользу Борис. Отлично. Все, мы все верим в победу Барыс. Спасибо, Алуа. Все, спасибо вам тоже. Мінекей достар, бүгін Барыс торда осындай біздің кесте бар. Міне бүйтіп кестеге көз жүгіртетін болсақ, дәл қазір сәтте Барыс бізде 8-ші орында орналасқан, Ақбарыс бізде 10-ші орында орналасқан. Сондықтан Барысқа да Ақбарысқа да бұл ойын өте маңызды. Көреміз енді. Ақбарыс ұтылатын болса, онда төменге түсіп, біз одан сайын жоғары көтерілеміз. Енді Барыстың жеңісіне сенеміз. Жалпы Барыс торда адам өте көп. Яғни бұл дегеніміз Барыстың киімдеріне қызығушылық танытқан адамдар аз емес. Құрметті көрермендер, егер осындай шарф немесе одан да басқа атрибуткалар ұтқыларыңыз келсе, онда біздің Пульс хоккей YouTube арнамызға тіркеліп, комментарий жазып отырыңыздар. Осы сіздердің араларыңыздан осындай атрибутка таңдап, сізге сыйлайтын боламыз. Негізі неге хоккейге жастар көп келеді? Себебі осындай ойнайтын, уақыт өткізетін жерлер Барыс аренада өте көп. Фанатка Барса. Мы желаем тебе удачи, счастья. Егер Барыс аренаға келіп қарныңыз ашатын болса, онда осындай тамақтанатын жер бар. Фастфуд, әртүрлі хот-дог, чипсы, сок, мок іше берсеңіздер болады. Бүгінгі ойынның комментаторлары осы жігіттер Дима Нестеренко сол жағында және оң жағында Бақдәулет Ерғали. Негізінен осындай ойынның алдында Барыс аренада міндетті түрде осындай бір кішігірім концерт болса да, бірақ міндетті түрде осындай шоу болады. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Вау, ерте келген адамдарға осындай бір концерт көруге мүмкіндік туып отыр. Осы мүмкіндікті пайдалана кете айта кетейін, биылдан бастап Sport Pulse KZ сайты Барыс командасының ақпараттық серіктестігі. Дәл қазіргі сәтте біздер бірінші голды жіберіп отырмыз. 20 секунд өткен соң біз бірден алғашқы шайба жіберіп отырмыз қақпаға. Биылдан бастап Барыс командасының ақпараттық серіктесі Sport Pulse KZ сайты дәл қазіргі сәтте соның басшысы Эльдар Мамбаев отыр. Ассалаумалейкум. Енді баршамызға белгілі хоккейдің жанкүйерлері Қазақстанда өте көп. Мен өзім Өскеменнен болғаннан кейін сол хоккейге бейжай қарамай, торпедаға жанкүйермін. Енді Астанаға көшкен соң Барысқа жанкүйермін және біздің
жанкүйерлер қатары көбейсін деп, хоккей кішігірім қазақшаласын деп, биыл біз Барыспен осындай меморандумға қол қойдық. Алла қаласа Барыс былтырға қарағанда жаңа ойыншылармен, жаңа командамен жақсы жетістіктерге бізбен бірге жетеді деген сенімдемін. Барыстың фан секторындамыз. Ал біз Барыс хоккей клубының фан секторына келдік, және кезекті жанкүйерімізден сұхбат аламыз. Как вам сегодняшняя атмосфера игры? Вообще прекрасная атмосфера игры, вообще эмоций столько и восторга, и я надеюсь, что на этот раз Барыс выиграет от Барса. Как думаете, какой счет будет приблизительно? Я думаю, приблизительно 2-1. 2-1 мы выиграем, да? Это Барыс выиграет. Все хорошо. Желаем приятного просмотра. Спасибо. Периодтың арасында осындай кішігірім концерттер болады. Сондықтан жоғарыда айтқандай, адамдар тек қана матч көру үшін ғана емес, жалпы демалу үшін келеді осы Барысқа. Период арасында Барыс хоккей клубының талисманын таптық. Барсик осында да жүр. Барлығы Барсикпен фотоға түскісі келіп жатыр. Барсикта уақыт жоқ. Жігіттер, ассалаумағалейкум. Сұрақ қойсам бола ма? Қалай бүгінгі Барыстың ойыны? Әдемі, бірақ кешігіп келіп жатыр. Соңғы жағында келдік. Гол ұрғанын көрмей қалдық Барысқа. Олама, қалай ойлайсыңдар? Менің ойымша ұтатын сияқты. Жақсы ойнап жатыр. Бастамасы жақсы әлі. Барысқа бұрыннан бері жанкүйерсіз? Жоқ, енді келіп жатырық Барысқа. Қалай жалпы вообще хоккейдің атмосферасы? Әдемі болып жатыр. Әдемі. Рахмет. Біз қазір Ақбарыс командасының фан секторындамыз. Как вы думаете, сегодня кто выиграет? Начало сезона, непонятно, как кто будет играть, поэтому, надеемся, мы, конечно, надеемся на победу, но кошачье дерби, братский народ, это Татарстан, болеем. Мы, тем более, все местные болельщики, мы не можем прям против сильно Барыса болеть, но все-таки Акбарс уже очень давно в сердце, поэтому... Смотрите, получается, сейчас команда Акбарс занимает 10-е место. Как вы вообще за них переживаете? Конечно, переживаем, каждый раз переживаем, но опять же, я говорю, что начало сезона, оно всегда такое шаткое, поэтому я думаю, все справится. Вячеслав Колесников, Барыс командасы. Құрметті көрермен, өкінішке орай бүгін Барыс командасы 2-1 есеппен Ақбарыс командасына ұтылды. Жалпы жағдай осындай, бірақ мұнымаймыз, келесі ойындарға сенеміз, келесі ойындарға
толық арена болып келеміз деген ойдамыз. Сондықтан әзірге жағдай осындай. 1-2 есеппен Барыс командасы ұтылды.